Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге мен Тоқтар Бұлықбек және де биологиядан ОБТ-ға дайындықты бүгіннен бастаймыз. Бүгінгі тақырып биологияға кіріспе және де вирустар тақырыбы. Енді сіздермен биологияға кіріспе жасамас үшін бірінші биология қандай ғылым, сол туралы соған назар аударайық. Биология тірі ағзалар немесе тіршілік туралы ғылым. Тірі ағза немесе тіршілік туралы ғылым. Яғни қараңыздар, латын тіліне аударғанда био тірі ағза деген мағынаны береді, ал логос ғылым деген мағынаны береді. Яғни тірі ағза туралы ғылым. Осы жерде сұрақ болуы мүмкін. Тірі ағза дегеніміз не? Тірі ағза дегеніміз ол өсетін, дамитын, көбейетін ағзалардың бәрін тірі ағза деп атаймыз. Одан бөлек барлық тірі ағзаға тән белгілердің бірі, барлық емес, ішінде вирустарға ғана тән емес, бірақ жалпы тірі ағзаның ерекшелігі олар жасушадан тұрады. Жасуша дегеніміз ол тірі ағзаның ең кіші өлшем бірлігі. Бұл биология таңдайтын оқушылар үшін өте маңызды ақпарат. Себебі жасушаны білу керек биология таңдайтын оқушы. Енді қараңыздар, тірі ағзаларды 5 патшалыққа бөлеміз. 5 патшалық немесе 5 бөлімі бар дейміз. Осы ОБТ-ға дайындықты осы кезең-кезеңмен өтеміз. Бірінші патшалық ол вирустар патшалығы. Вирустар патшалығы, яғни ең ұсақ, көзге көрінбейтін, ең жаңағы адамға зияны көп ағзалардың бірі ол вирустар. Осы вирустардан кейін біз бактериялар патшалығын өтеміз. Бактериялар патшалығының ерекшелігі бұлардың ядросы жоқ. Және де осы бактериялар патшалығында цианобактериялар жатады. Цианобактерия дегеніміз ол прокариоттардың, яғни ядросы жоқ ағзалардың фотосинтез процесі жүретін өкілдері. Одан кейін саңырауқұлақтар патшалығын өтеміз. Саңырауқұлақтар бұл ерекше тобы. Не себеппен ерекше тобы? Себебі бұларда өсімдікке де және жануарға да тән белгілер бар. Яғни бұны ғалымдар не өсімдікке жатқызарын, не жануарға жатқызарын білмейді. Себебі екеуінің де белгісі бар. Сол себептен бұларды бөлек патшалық қылып алды. Яғни саңырауқұлақтар патшалығы немесе тірі ағзалардың жаңа бір тобы, ерекше тобы. Оларға қыналарды жатқызады. Бұрындары қыналар төменгі сатыда өсімдіктерге жатқызылатын, алайда соңғы кітаптарда қыналарды осы саңырауқұлақтар патшалығының бір бөлімі ретінде қарастырады. Одан кейінгі патшалық өсімдіктер патшалығы деп аталады. Өсімдіктер патшалығы бәріміз білеміз, фотосинтез процесі жүреді, бұлардың ерекшелігі. Яғни фотосинтез дегеніміз бейорганикалық заттардан органикалық зат түзу процесі. Бұл туралы алдағы уақытта толық өтеміз тағы да. Алайда өсімдіктердің бір ерекшелігі басқа 4 патшалықтан. Ол бұларда фотосинтез жүреді, естеріңізде болсын. Ал жануарлар патшалығы бұл ең үлкен топтары, бұлардың ерекшелігі, бұлар дайын органикалық заттармен қоректенеді. Яғни өсімдіктер сияқты, өсімдіктерде біз айтқан фотосинтез процесі болатын болса, бұларда осы өсімдіктер түзген фотосинтез процесін дайын, яғни дайын нәрсені өздері қоректенеді сомен. Яғни бұлар өздері түзбейді, осы фотосинтездің арқасында пайда болған нәрсе. Мысалы біз өсімдікті жейміз. Не себеппен өсімдікті жейміз? Себебі өсімдік фотосинтездің арқасында органикалық зат түзді. Біздің күнделікті тамаққа қолданып жүрген нәрселер ол органикалық заттар, мысалы май, нәруыз, көмірсу болсын, оның бәрі органикалық заттар. Ал оларды негізінен өсімдіктер түзеді. Ал біз соны дайынын өзіміз қоректеніп соны жейміз. Сонымен тағы бір қайталап кетейін. Биология бұл тірі ағзалар туралы ғылым. Тірі ағзалардың 5 патшалығы бар. Олар вирустар, бактериялар, саңырауқұлақтар, өсімдіктер және де жануарлар. Естеріңізде болсын. Енді тірі ағзаларды біз бұл 5 патшалыққа бөлдік. Енді 5 патшалықтың өзін жалпы бір 2 топқа жинаймыз. Яғни 2 топқа бөлеміз. Бірінші жасушасыз ағзалар. Жасушасыз. Немесе бұларды басқаша анситтер деп атайды. Анситтер. Мына жерде бір түсіндірме айтып кетейін. Ансит деген сөз сіздерге түсініксіз болуы мүмкін. Ансит деген не деген? Қазақша аударып берейін. Ан деген жоқ деген мағынаны білдіреді. Яғни, мысалы анаэробты деген сөз бар, анаэробты. Ан деген жоқ, эйр деген ауа. Яғни ауасы жоқ жерде тіршілік ететін ағзаларды анаэробты деп атайды. Сол сияқты мына жерде ан деген сөз тағы да қайталанып тұр. Бұл латын тіліне аударғанда жоқ деген мағынаны білдіреді. Ал қараңыздар. Сит деген. Сіздер мына ғылым естеріңізде ме? Цитология.
Цитология, кешірім сұраймын. Цитология деген ғылым естідіңіздер ма? Біразын білетін шығарсыздар, өйткені ең негізгі ғылымдардың бірі бұл жасуша туралы ғылым. Жасуша туралы ғылым. Енді қарасаңыздар, бұл жерде анықтама шығып тұр. Сит жасуша, логос ғылым. Ал мына жердегі ситтің соны аудармасы түсінікті болды. Ан деген жоқ, сит деген жасуша. Яғни жасушасы жоқ ағзалар, немесе жасушасыз ағзалар. Бұлардың бір ғана өкілі бар, оған вирустар патшалығы жатады. Вирустар патшалығы. Енді қараңыздар, сіздерде сұрақ болуы мүмкін. Ағай, біз айттық қой, жасуша дегеніміз тірі ағзаның ең кіші өлшем бірлігі, кез келген ағза жасушадан тұрады деген. Неге онда вирустар тірі ағзаға жатқызады, егер жасушасы жоқ болса деген сұрақ болуы мүмкін барлығымызда. Бұлардың тірі ағзаға жатқызу себебі бұлар көбейеді, яғни көбейе алады. Ал тірі ағзаның бір ерекшелігі көбею. Яғни вирустар көбейе алады, сол себептен тірі ағзаға жатады. Жасушасы болмай-ақ қойсын, алайда бәрібір бұл тірі ағзаның өкілі. Енді тірі ағзалардың екінші тобы жасушалылар, жасушалы ағзалар, яғни жасушасы бар ағзалар. Бұларды қалай бөлеміз? Бұларды ядросына байланысты бөлеміз. Ядросына байланысты эукариотты, немесе ядролылар және прокариотты, немесе ядросыздар. Сіздерге бір анықтама беріп кетейін. Осы жерде тағы да аударып берейін. Карион деген сөз бар. Карион. Карион деген латын тілінен аударғанда ядро деген мағынаны білдіреді. Ядро. Мысалы үшін тестте сұрақ бар. Ядроның екіге бөлінуі қалай аталады дейді. Жауабы кариокинез. Кариокинез. Яғни карио ядро, кинез бөліну деген мағынаны білдіреді. Енді қараңыздар, мына жерде сіздер эукариотты ағзалар дейтін болса, сіздер өздерін түсіну керексіздер. Эукариотты деген дамыған, деген дамыған, карио ядро деген мағынаны білдіреді. Ядросы дамыған ағзалар, немесе ядролылар. Бұған үш бөлім жатады, жаңа жоғарыда айтқан. Олар саңырауқұлақтар, өсімдіктер және де жануарлар. Міне осылар эукариотты ағзалар. Ал прокариотты, немесе ядросыздарға бактерия мен цианобактерия. Осы жерде цианобактерияның ережесін айтып кетейін. Алда тағы да өтеміз, алайда қазір түсінікті болу үшін айта кетейін. Цианобактерия дегеніміз прокариоттардың фотосинтез процесі жүретін көк жасыл түсті өкілі. Қараңыздар, жаттап алыңыздар. Прокариоттардың, яғни прокариот және де фотосинтез процесі жүреді. Бұларда жарайды, ядросы болмаса да, бұларда өсімдіктер сияқты фотосинтез процесі жүреді екен цианобактерияларда. Сол себептен бұны бактериялардың ішіне бір ерекше топ қылып алды, цианобактериялар деп. Сонымен тағы бір айта кетейін, тірі ағзаларды жалпы жасушасына байланысты екі топқа бөлдік. Жасушасыз немесе анситтер, жасушалы және де жасушалының өзін екі топқа бөлдік ядросына байланысты: эукариот, прокариот. Енді кіріспен аяқтадық. Енді бірінші бөлім биологиядағы ең бірінші патшалық вирустар патшалығына келсек. Вирустар патшалығы бұл тестте сұрақ көп вирустар бойынша. Бірінші сұрақ жасуша ішіндегі паразит деп келеді. Жасуша ішіндегі паразит. Яғни және де бір сұрақ бар. Жасушадан тысқары көбейе алмайды, немесе басқаша оны сұрайды. Жасушадан тысқары зат алмасу процесі жүрмейтін ағзалар деп. Бұл жерде неге жасушадан тысқары көбейе алмайды? Себебі бұлардың өзінің жасушасы жоқ, яғни анситтер. Бұлар анситтер болса да, яғни жасушасы жоқ ағзалар болса да, бірақ біз айттық, бұларды тірі ағзаға жатқыздық. Не себептен тірі ағзаға жатқыздық? Себебі бұлар көбейеді. Енді қараңыздар, бұлар көбейін деп жатыр. Бұлар көбею үшін бірақ міндетті түрде жасуша керек. Жасуша керек. Сол себептен тестте сұрайды. Жасушадан тысқары көбейе алмайды дейді. Яғни бұл вирус көбею үшін бір ағзаның ішіне кіру керек. Сол кезде ғана көбейеді. Не себептен бір ағзаның ішіне кіру керек дейтін болса, себебі бұлар анситтер, немесе жасушасы жоқ ағзалар. Ал жасушасы жоқ ағзалардың көбеюіне міндетті түрде жасуша керек.
міндетті түрде жасуша керек. Енді міне айттық, себебі өзін жасушасы жоқ ансеттерге жатады деп. Жасушаның да ережесін айтып кеттік. Тірі ағзалардың ең кіші өлшем бірлігі. Қараңыздаршы, мысалы үшін міне былай түсіндірейінші. Жасуша тірі ағзаның ең кіші өлшем бірлігі екенін мен сіздерге дәлелдеп берейін. Жасуша, кешірім сұраймын. Жасуша неге біріктіріледі? Жасуша ұлпаға біріктіріледі. Ұлпа дегеніміз не? Ұлпа дегеніміз шығу тегі атқаратын қызметі құрылысы ұқсас жасушалар тобы ұлпа деп аталады. Ұлпа неге біріктіріледі? Ұлпа мүшеге біріктіріледі. Мүшелер жүйесі. Мүшелер жүйесі. Ал мүшелер жүйесі тірі ағзаны құрайды. Енді қараңыздар, бізде мүшелер жүйесі көп. Соның арқасында біз тірі ағзамыз. Мысалы үшін қандай мүшелер жүйесі бар? Тыныс алу мүшелер жүйесі. Мұрын, өкпе, кеңірдек, көмей, бронхлар. Бұның бәрі мүшелер жүйесі, тыныс алу мүшелер жүйесі. Ал қандай мүшелер бар? Мысалы үшін жаңа өкпе, мұрын. Ал ол мүшелер неден тұрады? Ұлпалардан тұрады. Ал ұлпалар неден тұрады? Жасушадан. Сонда қараңыздаршы, жасушаның ережесі өзі-ақ шықты. Тірі ағзаның ең кіші өлшем бірлігі. Ең кіші өлшем бірлігі жасуша. Жасушаны зерттейтін ғылым жаңа айтып кеттік. Цитология. Ал ұлпаны зерттейтін ғылым гистология. Бұл екеуі де тесттің сұрағы, сол себептен міндетті түрде жатқа білу керек. Сонымен вирустың анықтамасын өттік. Енді вирустың ашылу тарихына келейік. Вирус латын тіліне аударғанда у деген мағынаны білдіреді. Яғни ағзаға түссе, бұл міндетті түрде ағзаны улайды. Вирусты ең алғашқы рет орыстың ғалым Ивановский ашты. 1892 жылы темекі тембілі вирусын тапты. Темекі тембілі. Тесті сұрақ бар, темекі тембілі вирусымен зақымдалған жапырақ сарғая бастайды дейді. Яғни темекіге осы вирус кірсе, жапырағы 19-11 күнде сарғаяды. Яғни вирустар өсімдікке де ауру тудыруы мүмкін. Енді бірақ бұл Ивановский бұл вирусты ғылымға енгізген жоқ. Жай ғана тапты, ең алғаш ашты. Арада 7 жыл өткеннен кейін 1899 жылы Бейерник деген немістің ғалымы вирус терминін ғылымға енгізді. Сонда қараймыздар, тесті көп оқушылар шатасады, осы екі ғалымды. Вирус термин ғылымға енгізетін болса Бейерник, ашқан болса Ивановский. Яғни Ивановский ашты, ал Бейерник ғылымға енгізді. Енді одан кейін де көп ғалымдар зерттеді вирустарды. Бірінші Стенлидің дәлелдеуі бойынша, темекі жапырағында вирус бөлшектері 6 қырлы кристалл пішінді болады. Олар солай шоғыр түзеді. 6 қырлы кристалл пішінді шоғыр түзеді. Ал жалпы вирустардың пішіндері өте көп. Олар таяқша тәрізді болуы мүмкін, жіп тәрізді болуы мүмкін, іші қуыс цилиндр тәрізді болуы мүмкін. Яғни осындай бір әр вирустың пішіндері осындай. Енді ал құрылысына келетін болсақ, бұлар көбейеді дедік. Көбею. Тұқым қуалайды, яғни бұларда тұқым қуалаушы ақпарат сақтайтын нәрсе бар. Көбею үшін бір тұқым қуалаушы ақпарат болу керек. Өйткені неге? Вирустан вирус туылу керек. Адамнан адам туылу керек. Неге біз әкемізге ұқсаймыз, немесе анамызға ұқсаймыз? Себебі бізде тұқым қуалаушы ақпарат сақтайтын нуклеин қышқылдары бар. Олардың екі түрі бар, білеміз, нуклеин қышқылдары. Енді осы нуклеин қышқылдары бұларда нәруызбен қосылып нуклеопротеид деп атайды. Сонда құрылысы бұлардың өте қарапайым нуклеин қышқылдарынан тұратын нуклеопротеид және де осы нуклеопротеидті қорғайтын ақуызды қабық капсид. Болды. Құрылысы осымен бітті вирустың. Яғни вирустың құрылысы қандай дейтін болса сіздерге, сіздер еш ұялмай, қорықпай айта аласыздар. Олар нуклеопротеидтен тұрады және капсидтен тұрады. Ал нуклеопротеид неден тұрады дейтін болса, нуклеин қышқылдарынан. Ал капсид деген не дейтін болса, ақуызды қабық. Тесте сұрақ бар, вирустың сыртын қаптайтын ақуызды қабық қалай аталады деген. Жауабы капсид. Міне. Енді бұлар өсімдікті зақымдайды, жануарды зақымдайды. Өсімдікті зақымдайтын
500-ге жуық түрі бар. Кешірім сұраймын, жануарды зақымдайтын 500-ге жуық түрі бар, өсімдікті зақымдайтын 300 немесе 400 түрі бар. Енді бұл өсімдік пен вирустағы түрлері. Ал бұлардың бір ғажайыбы, бір ерекшелігі, бұлар тіпті бактерияны да зақымдай алады. Ойлаңыздаршы, вирус бактерияның ішіне кіріп, бактерияны жойып, ертіп жіберуі мүмкін. Ондай да вирустар бар. Ондай вирустарды бактериофаг деп атайды. Бактериофаг, бактерияны ертіп жіберем деген мағынаны білдіреді. Вирустар зақымдайтын, бактерияны зақымдайтын вирустар сонымен бактериофаг деп аталады. Оны ең алғашқы 1915 жылы Туорт деген ғалым ашты. Туорт. Енді одан кейін тағы да ғалымдар көп. Мысалы үшін Гамалея деген ғалым топалаңды қоздыратын бактерияларды ертіп жүретін бактериофагты анықтады. Топалаңды қоздыратын бактерияларды ертіп жүретін бактериофаг дегеніміз, топалаң деген бұл бактерия тудыратын ауру. Осы жылғы тесті келді, бактериялық аурулар дейді. Бактерия тудыратын ауру дейді. Соның ішінен сіздер бактерияның ауруын табу керексіздер, ал оның жанында 4 вариантта вирус тудыратын ауру қойылып қояды. Ол аурулар туралы тағы да өтеміз. Сізге мына жерге керегі топалаңды бактерия тудыратын білу керексіз. Топалаңды бактерия тудыратын. Енді осы топалаңды қоздыратын бактерияны, бактерия тудырады, осы бактерияны ертіп жүретін вирусты, немесе бұл вирусты басқаша бактериофаг деп атаймыз. Кім тауыпты? Бұны ең алғаш тапқан Гамалея. Гамалея, міне, ғалым. Ал 1917 жылы 300-дегі бактериясын ертіп жүретін бактериофагты анықтаған ДР. 300-дегі бактерия тудыратын ауру екен. Біздің жаңағыдай жеміс-жидек жуып жемеуімізде кездегі пайда болатын ауруды негізі бактерия тудырады екен. Жеміс-жидектің сыртында бактериялар жиналады, ол біздің ішегімізге барады, сонымен 300-дегі пайда болады. Ал осындай бактерияларды жойып жіберетін вирусты, немесе бактериофагты ДР тапты. Енді өсімдіктің вирустық ауру түрлері бар. Өсімдіктің вирустық ауруы бар. Бұлардың түрі көп. Мысалы үшін картоптың әжімді теңбілі, бидай теңбілі, алқоры теңбілі, мақта жапырақтарын ширатылуы, қызылша теңбілі. Осындай 5 түрі бар. 5 түрі. Бірақ осы жыл тестте 3-еуін сұрайды. 8 варианттықтың 3 дұрыс жауабы бар. Оған бидай теңбілі келді. Міне, алқоры теңбілі және де қызылша теңбілін сұрады. Осы 3-еуін сұрады. Ал сіздердің келесі жыл кім біледі? Мынау 2-еуін сұрауы мүмкін. Сол үшін жатқа 5-еуін деп білеміз. Тағы айталайым. Өсімдіктердің вирустық аурулары ол картоптың әжімді теңбілі, бидай теңбілі, алқоры теңбілі, мақта жапырақтарын ширатылу және қызылша теңбілі. Енді бұл өсімдіктегі аурулар, енді адамда қандай ауру тудырады вирустар? Адамда өте көп ауру тудырады. Өте көп. Тіпті бұл вирус тақырыбы қазір өте ауқымды, өте маңызды, өте өзекті тақырыптардың бірі. Себебі қазіргі жағдайды еске алатын болса, айналамызда болып жатқан коронавирус деп атайды тұр. Бұл коронавирустан бөлек вирустың адамды тудыратын аурулар өте көп. Бірінші ауру тұмау. Көбісі тұмауды бактерия тудырады деп ойлайды. Жоқ, бактерия бөлек ауру тудырады, вирус бөлек. Сол вирустың ауруларын сіз жатқа білу керек, себебі тестте сұрайды. Вирус тудыратын ауру, немесе бактерия тудыратын ауру деген кезде сіздер жатқа білу керексіздер. Мысалы үшін, вирустың бірінші ауруы тудыратын ол тұмау. Осы жерде еске алайықшы, мысалы үшін, тұмаумен барлығымыз ауырдық. Барлығымыз өмірімізде бір рет болса да тұмаумен ауырдық. Тұмаумен ауырған кезде қандай сезімде боламыз? Біздің мұрын бітеледі, тамақ ауырады, жөтелеміз. Мұрын, тамақ бұл жоғарғы тыныс жолдары. Тыныс жолдары екіге бөлінеді. Жоғарғы, төменгі деп. Жоғарғы жақтағы тыныс жолдарымыздың ауруы. Жоғарғы жақта тыныс жолдарының ауруы тұмау деп аталады. Бұны вирус тудырады. Тұмаудың да эпидемиясы, пандемиясы болды кезінде 1918-1920 жылдары тұмаумен жер шарында 500 миллион адам ауырды. Ойлаңыздаршы, 500 миллион адам. Соның 20 миллионға жуық адамы қайтыс болған. Сонымен тұмау бұл да вирустық ауру, жоғарғы тыныс жолдарының ауруы. Келесі ауру полиомиелит. Бұл тұмау вирусынан да жіңішке,
тұмау вирусынан да кішкентай, бірақ бұның ерекшелігі бұл балалардың арасында кең тараған. Яғни балалардың ауруы. Бұл аурумен ауырған балалар сал болады, яғни паралич болуы мүмкін. Не себептен паралич болады? Себебі адам қозғалысын басқаратын жүйкелерді зақымдайды. Яғни қараңыздаршы, әр вирустың өзінің бір зақымдайтын жері бар. Мысалы үшін тұмау вирусы тура мына жоғарғы тыныс жолдарына барады да, сол жерді зақымдайды. Полиомиелит тудыратын вирус адам қозғалысын басқаратын жүйкелерді зақымдайды. Жүйкелерді. Мысалы үшін гепатит деген ауруды тудыратын вирус, латын тіліне аударғанда гепар деген бауыр деген неге мағынаны білдіреді, ал ит деген қабыну деген мағынаны білдіреді. Яғни сары ауру деп атаймыз бұны. Не себептен сары ауру? Себебі біздің теріміз сарғыш түске ие болады. Бұл туралы тестте сұрақ бар. Вирус тудыратын бауырдың қауіпті ауруы деп келеді. Жауабы гепатит. Бұл 8 вариантта келеді, тек бір ғана жауап дұрыс. Гепатит. Гепатит тудыратын вирус тек бауырды зақымдайды. Яғни қараңыздар. Әр вирустың өзінің жақсы көретін бір несі бар, мүшесі бар, ағзасы бар. Соған барып, тура соны қоздырады, соны қабындырады. Сол үшін тұмау жоғарғы тыныс жолдары болатын болса, полиомиелит жүйкелерді, гепатит, сары ауру, яғни сары ауру немесе бауырды зақымдайды. Енді одан бөлек тестте тағы да вирус тудыратын ауруға шешек жатады. Бұл шешекке қарсы сары суды алған ғалым Дженнер деп аталады. Дженнер деген бұл ең алғашқы вакцинаны алған ғалымдардың бірі, өте керемет кісілердің бірі, себебі бұл кісінің арқасында қаншама аурулардан адамдар тірі қалып жатыр. Адамға, яғни адамзатқа жасаған бұның жақсылығы өте керемет. Мысалы үшін қазір әлі күнге дейін коронавирустың вакцинасын таба алмай жатыр қой. Ал бұл кісі сондай вакцинаны ең алғашқы рет тапқан, және де ол қандай ауруға қарсы тапты? Шешек деген ауруға қарсы тапты. Ал шешек ауруын кім тудырады? Вирус. Сонда Дженнер вакцинаның атасы, былайша айтқанда. Келесі ауру ұшық. Ұшық. Бұл туралы тестте нақты бір ұшық деген қандай ауру деген сұрақ жоқ, бірақ сіздерге қызық болу үшін айтып кетейін. Мысалы үшін біздің ұшық көбімізде өмірімізде бір рет болса да шыққан шығар, ерніміздің айналасында. Ұшықты герпес вирусы тудырады. Герпес вирусы айналамызда тамақ жегеннен кейін бет қолын жумасақ, дұрыс тазалық сақтамасақ, гигиена сақтамасақ, ол сол тамаққа барып қонып, сол жердегі теріні қоздырады. Яғни еріннің айналасында көбісінде, яғни тамақты көбісінде ауызбен жейміз ғой. Сол себептен ол жерді теріні зақымдағандықтан ол жерде неше түрлі ұшықтар пайда болады. Осы ауруды да не тудырады екен? Вирустар. Энцефалит. Энцефалит дегеніміз бұл мидың қабынуы. Мидың қабықтарының қабынуы. Таратушы тайга кенесі. Бұл туралы бір ғана сұрақ бар. Таратушы тайга кенесі болып келетін вирустық ауру. Ол энцефалит. Енді қараңыздар, таратушы деген бар, қоздырушы деген бар. Қоздырушы және таратушы. Қоздырушы дегеніміз осы ауруды қоздырады. Ал таратушы осы қоздырушыны тасымалдайды. Мысалы үшін тайга кенесі басында тайгада жүреді. Ол тайга кенесі адамды шағады. Адам шаққан жерде осы кененің аузында не болады? Вирус болады. Осы кене арқылы ол басқа адамның қанына түседі. Сөйтеді да, бұл қан арқылы миға барады. Сөйтіп миды қабындырады. Өте қауіпті. Келесі екі ауру қызылша мен қызамық. Бұл екі ауру туралы бір нақты бір тестте сұрақ жоқ, яғни мынау қызылша қандай ауру, қызамық қандай ауру деген, бірақ сіздер бұл екеуін вирус тудыратын білу керексіздер. Себебі, мысалы үшін 8 варианттықта келеді. Вирус тудыратын ауру деп. Вирус тудыратын аурулар деп. Мысалы үшін тудыратын аурулар. Мысалы ретінде жазып отырмын. Сіздер сол кезде мысалы үшін А вариантында тұруы мүмкін қызылша. В вариантында қызамық. Е вариантында мысалы үшін тұруы мүмкін шешек. Сіз мына шешекті ғана біліп, қызылша мен қызамықты вирус тудыратын білмейтін болсаңыз, сіз 2 балдан айырылып қаласыз. 2 бал. Сол себептен бұл екі ауруды да, қызылша мен қызамықты да вирус тудыратын білу керек.
Келесі ауру ғасыр індеті дейді, житс, немесе жүре біткен иммундық тапшылық синдромы. Яғни қараңдар, мен жоғары жақта айтып кеттім. Әр вирус өзі бір нәрсені зақымдайды, бір ағзаны, бір мүшені зақымдайды. Өзінің жақсы көретін мүшесі ағзасы болады. Мысалы үшін жаңағы энцефалит, ми қабықтарын, гепатит, бауырды, тұмау, жоғарғы тыныс жолдарын зақымдайтын болса, мына житстің қауіптілігі неде? Бұның адамға зияны неде? Бұл иммунитетті зақымдайды. Жаңағы мысалы үшін ауруларда тұмаудан біз жазыламыз, тұмаудан біз жазылуымыз мүмкін біз. Не себептен жазыламыз? Себебі тұмау біздің ағзамызға кірді, вирусы, біздің иммунитет, яғни иммунитет дегеніміз бөгде заттарға қарсы тұру қабілеті адамның. Иммунитет. Біз көп естиміз ғой бұл сөз күнделікті өмірде, бөгде заттарға қарсы тұру қабілеті. Бөгде зат дегеніміз не? Бөгде зат деген бұл вирус, бактерия, мысалы ағзаға түскен заттарға қарсы біздің қорғаныштық тұру қабілеті. Енді қараңыздар, иммунитет. Мысалы тұмау вирусы біздің ағзамызға түсті, біз тұмаумен ауырып жатыр, бірақ ақырында бәрібір жазыламыз. Себебі неге? Бізге көмекке иммунитет келеді. Иммунитет біздің ағзамызға түскен вирусты тауып алады да, соны өлтіреді, яғни жояды. Ал мына житстің қауіптілігі неде? Бұл иммунитеттің жасушаларын немесе иммунитетті зақымдайды. Сіз бұдан жазылып аласыз ба? Жоқ, әрине, өте қауіпті. Сол себептен бұл ауруды ғасыр індеті дейді. Бұның тудырушы АИВ, яғни адамның иммундық тапшылық вирусы, немесе басқаша орысша ВИЧ деп атайды. Ал житсті басқаша СПИД деп орысша көбіміз жаттап қалған, естіп қалған сөз. Бұны ең алғашқы рет АИВ вирусын Галло мен Монтанье ашты. Бұл да нуклеин қышқылдарынан және нәруызды қабық капсидтен тұрады. Бірақ бұның осындай құрылымын, яғни нәруызды қабық капсидтен және де нуклеин қышқылдарынан тұратын вирус, житстің вирус бөлшегін вирион деп атайды. Вирион. Енді бұл аурудың белгілері қандай? Аурудың белгілері: дене температурасы жоғарылайды, яғни температурамыз көтеріледі. Не себептен температурамыз көтеріледі, сіздер білесіздер ме, оқушылар? Себебі айтайын, қараңыздар. Біз сиырдан сүтті сауып алдық та, оны бірінші ішке дейін ішпей жатып не істейміз? Оны қайнатамыз. Не себептен қайнатамыз? Себебі жоғарғы температурада вирус, бактерия өледі. Ал біздің иммунитет басында тірі ғой енді. Мына житстің вирусын көріп қалды, сөйтіп бұны барынша өлтіруге тырысады, яғни температураны көтереді, бізді қорғап жатыр. Алайда бұл оны жеңіп қояды бәрібір иммунитетті. Сөйтеді да біздің температурамыз көтеріледі, бірақ бәрібір пайда болмайды. Одан кейін лимфа түйіндеріміз ісінеді. Енді житс қандай жолмен жұғады? Житс ол жыныстық қарым-қатынас арқылы. Яғни жыныстық қарым-қатынас түсінікті деп ойлаймын. Одан кейін анасынан баласына емшек емізгенде, яғни анасы ауыратын болса житспен, ол міндетті түрде баласына беріледі, емшек емізгенде. Одан кейін венаға укол салғанда, яғни венаға укол салғанда, қан құйғанда бұл қалай берілуі мүмкін? Мынандай нәрсе: егер мысалы үшін ауруханаға барған кезде, стоматологияға барған кезде, мысалы үшін тіс емханасына, сіздер міндетті түрде сіздерге жаңа шприц, жаңа құрыл, жаңағыдай мысалы үшін одноразовый дейді ғой, яғни бір рет қолданылатын құралдар болса, оны жаңадан ашылып жатқанына көз жеткізу керексіздер. Не себептен? Себебі егер сол құралмен сіздің алдыңызда біреуге укол салған болса, мысалы үшін шприцпен, яғни дәрі инъекция жасаған болса, және де ол адамда, Құдай сақтасын, вирус, осы житс вирусы болатын болса, және онымен сізге қан құятын болса, немесе сізге укол салатын болса, ол вирус сізге кіріп, сол адам житспен ауыруы мүмкін. Өте қауіпті. Сол себептен де венаға укол салдырған кезде, сіздер больницаға барған кезде не үшін бір ғана шприцті, жаңа шприцті алып бару керексіздер, немесе жаңа шприцпен салу керек? Себебі осы вирустар қан арқылы көп таралады. Ал енді вирус қандай жағдайда жұқпайды? Құшақтасқанда,
амандасқанда, яғни осы житстің вирусы, яғни басқа вирустар емес, мысалы үшін біз қазір коронавирусты сіз құшақтасқанда амандасқанда жұғуы мүмкін, өйткені тыныс жолдары арқылы беріледі, ауа арқылы. Ал мына житс бұл ауа арқылы берілмейді, бұл қан арқылы беріледі. Сол себептен сіз құшақтассаңыз, амандассаңыз житспен ауыратын адаммен сізге қауіпті емес ол. Бунақ денелер шағып жөтелгенде бұл берілмейді. Өйткені неге? Бұл тыныс жолдарының ауруы емес. Коронавирус тыныс жолдарының ауруы, мысалы үшін қазір кең таралған. Ол жөтелгенде ауаға шығады да басқа адамға кіруі мүмкін. Ал бұл жөтелгенде ондай қауіпті жоқ. Одан кейін вирустар одан бөлек нейрондарды зақымдап, миды қабынуына алып келуі мүмкін. Яғни миды қабындыруы мүмкін. Осы жылғы тестер келді жаңа сұрақ болып. Ми қабыну ауруының жасырын кезеңі созылады дейді. Жауабы 6 айға. Яғни 6 айға созылуы мүмкін. Яғни қараңыздаршы, сіз 6 ай бойы сіздің ішіңізде вирус бар екен білмеуіңіз мүмкінсіз. Ол жасырын кезең, яғни сіздің ағзаңызға кіреді, дамып алады. Ол кезде сіздің иммунитетіңізге ол хабар бермейді. Иммунитетіңіз білмейді оның жүргенін. Одан кейін 6 айдан кейін барып иммунитет онымен күресе бастайды. Қалай күреседі? Температураны көтереді, неше түрлі жаңағыдай қарсы лимфа түйіндерін ісіндіреді. Сол себептен ми қабынуы осындай қауіпті. Енді өкпенің қандай аурулары бар вирус тудыратын? Ол созылмалы бронхит, өкпе қабынуы, туберкулез формасында көрінеді өкпе қабынуы. Яғни туберкулез деген ол негізі бактерия тудыратын ауру. Бактерия. Ал өкпе қабынуы осы туберкулез формасында болуы мүмкін, және орташа ауру, орташа есеппен, яғни қатты ауырмайды. Және де орташа есеппен бірақ 10-12 жылға созылуы мүмкін. 10-12 жылға. Енді көбінесе вирустық аурулардың белгісіне денесі қызады, талаулайды, яғни дірілдеуі мүмкін, и лимфа түйіндері ұлғаяды. Ал жаңағы житсіңкін қарайтын болсақ, аурудың белгісі тек дене температурасының жоғарылауы және лимфа түйіндерінің ісінуі. Бұл жерде талаулайды деген нәрсе жоқ. Так, сонымен келесі, мысалы үшін біз қан тапсырамыз. Басқа адамға қан керек болып отыр. Енді қан тапсырған кезде біздің қан орталығымыз, қан орталық барлық қалада бар, біле білсеңіздер, қан орталықта қанды бірден құймайды. Не себептен? Себебі оның ішінде вирус болуы мүмкін. Сіз бір адамды құтқарам деп, оны мүлде дүниеден өтуіне себепкер болуы мүмкінсіз. Сол себептен сіздің қаныңызды олар тексереді. Қан тексереді. Егер қанда шынымен вирус болса, ол мұздатылған күйде қанда 1 жылға дейін сақталады. Яғни ол қанды 1 жыл бойы құюдың қажеті жоқ, мүлде құюдың қажеті жоқ. Ал егер жаңа біз бұл қан арқылы берілу. Ал жаңағы біз жыныс жолдары арқылы беріледі дедік. Мысалы үшін сперматозоид деген нәрсе бар. Сперматозоид дегеніміз ол ер адамның жыныс жасушасы. Сперматозоид. Осы сперматозоидта бірнеше ай бойы тіршілік ете алады. Яғни жыныстық жолмен беріледі дегеніміз, еркек мысалы үшін житспен немесе басқа бір вирустармен ауыратын болса, ол еркектің сперматозоидінде осы вирус болады да бірнеше ай бойы сақтала береді, мұздатылған қалыпта. Сол себептен өте қауіпті. Енді вирустардың көбеюі қалай? Вирус қандай жолмен көбейеді? Вирустар 30 минутта, яғни бір вирус 100 вирусқа айналып кетуі мүмкін. Яғни кетеді 100 вирус. Яғни 30 минутта қолайлы орта болатын болса, 100 вирус пайда болады. Өте тез, өте жылдам. Енді вирусты қалай жою керек? Вирусты жою үшін жоғарғы температура, яғни айттық біздің температурамыз көтеріліп жатыр, и қысым керек. Қысым. Одан бөлек 100 градусқа дейін қыздыратын болсақ, температурада қыздырғанда, яғни мысалы үшін біздің градусымыз, біздің ағзамыз вируспен ауырғанда, мысалы үшін тұмау болған кезде көп болса 40, 30, 39 градусқа дейін көтеріледі. Яғни біздің 100 градусқа шыдамайды, біздің ағзамыз 50 градустың өзіне адам өліп кетуі мүмкін. Алайда сол 40 градустың өзі кейде вирусты жеңуге көмек болады. Ал негізінен вирусты біздің ағзамыз 100 градусқа шыдайтын болса, біздің ағзамызға вирус кіретін болса, біз ағзамызды 100 градусқа дейін температураны көтеріп жіберетін болса, ол вирус 1 минутта жоқ болып кетеді. Қандай керемет болар еді? Мысалы үшін ол кезде адам ауырмайтын еді. Вирус кірді, температураны көтеріп жібердім 100 градусқа, болды, 1 минутта жазылып кетті. Бірақ өкінішке орай біздің ағзамыз оған шыдамайды, біз ары кетсе 42-43-ке шыдайтын шығармыз.
одан артқа біз ағзамыздағы мүшелер шыдай алмайды. Сол себептен 40-қа барған кезде біз ары қарай шыдай алмағандықтан дәрі ішеміз. Ал бірақ негізінде сол температурада біздің ағзамыз вирустарды өлтіріп жатыр. Одан бөлек қалай жою мүмкін? Мысалы үшін 96% этил спирті арқылы вирустар бір минутта өлтіруге болады. Яғни қараңыздар, біз неше түрлі бір жеріміз жарақаттанып қалса спиртпен сүртетіндігіміз жайдан жай емес. Оны жарақаттанған жерге вирус кіріп кетуі мүмкін. Соны өлтіру үшін спиртпен сүртеміз. Кейде спирт болмаған кезде немен сүртеміз? 3% сутегін ерітіндісі, яғни перекис водорода деп аталып кеткен қазір, кең тараған. Осы нәрсемен де 1 минутта тіршілігін жоюға болады вирустың. Құрметті оқушылар, бүгін біз жалпы биологияға кіріспе жасадық. Биологиядағы нені зерттейтіндігін білдік, тірі ағзалардың топтарын білдік, және де қазіргі кездегі ең маңызды өзекті тақырыптардың бірі вирустар патшалығына саяхат жасап қайттық. Бүгінгі тақырыпта біз вирус тудыратын ауруларды, вирустың құрылысын өттік. Ал келесі сабақта бактериялар туралы өтеміз. Бактериялар қандай ауру тудырады, қалай қауіпті, құрылысы неден тұрады, сол туралы өтеміз. Бүгінгі сабақ аяқталды. Құрметті оқушылар, келесі сабақта жолыққанша сау, сәлеметте болыңыздар.